Сәлем достар, бүгін мен сендерге күзгі жеңіл макияждың түрін көрсетемін. Ең алдымен бұны бастамас бұрын көз айналасына арналған кремімізді жағамыз. Менде ол Optimus Oriflame компаниясынан. Ол өте жақсы ылғалдандырады және әжімдердің түспеуін қадағалайды. Келесі Givenchy компаниясынан ауа көпіршіктеріне толы лосьонын қолданамын. Бұл кремде өте жақсы ылғалдандырады және макияжды көпке дейін тұрақтылығын сақтап тұрады. Яғни макияж жасауға бет терісін жақсы дайындайды. Келесі менің жағатыным көз бояулардың тұрақтылығын көбейту үшін, қанықтылығын жақсарту үшін ол база дейді. Негіз, яғни сол негізді көзіме жағып шығамын. Келесі бүгін міне мынандай бояуды қолданамын және үлкен кисточкамен сол бояуды көз бен қастың арасына переходный оттенок сияқты түсті жағып, өте жеңіл жағып шығамын. Келесі қадам кішкентай кисточканы алып, бояудың қараңғылау түсін алып, көзімнің сыртқы бұрыштарын қарайтып, яғни қараңғылатып шығамын. Соның арқасында біздің көз қарасымызға сондай көзіміз үлкейеді және пішіні 3D пішінге көбірек ұқсас болып шығады. Үлкен кисточкамен жаңағы қара бояуды біраз тушевать етіп шығамын. Келесі Faberlic брендінен Glam Team палеткасын алып, осындағы хайлайтердің түсін көзімнің ортасына жағамын. Соның арқасында біздің көзіміз үлкейе түседі және балғын әсер береді. Енді соңғы Ясамая деген брендтан ылғалды салфеткаларды алып, барлық түскен бояулардың бәрін кетіремін. Қасты бояу үшін Jordani Gold брендінен сериясынан алынған қасқа арналған карандашты қолданамын. Оның екінші жағында сразу щеткасы бар. Сол щеткасымен қарындашпен салып болған заттардың барлығын лезде осы тушевать етіп шығуға өте ыңғайлы. Және тағы бір ұнайтыны, бұл қарандаштың түсі ешқандай ржына дейді ғой, дешевый арзан карандаштар соны білдіріп қояды, яғни рыжы болып кетеді, ал бұл жерде нағыз сондай табиғи өте әдемі қоңыр түс. Келесі көз астындағы мына темные круги дейді, соны арнайы оранжевый корректормен жағамын. Ол менде Estrada брендінен. Соны дәл осы көздің астында үш бұрыш сала отыра жақсылап жаңа қан тамырларын скрывать етіп шығамын. Келесі мына пораларға жағамын. Тоже негіз, тональный крем көпке дейін тұрақты болып тұрады және бет терісін тез майланудан сақтап тұрады. Келесі тональный кремді бұлай точечное нанесение дейді, осылай жағамын. Сосын кисточкамен бүкіл бетіме жайып шығамын. Яғни байқап отырғандарыңыздай, мен тональный кремнен көп қолданбаймын, кішкене ғана. Сосын контурларды шығару үшін арнайы кремовый стайлер деймін мен бұны. Өте сондай нәзік, қазіргі трендке келетін нәзік қоңыр түс, бірақ қоңыр түс дегенде бұда да ешқандай ржына деген жоқ. Табиғи сондай көлеңке түсті келтіріп тұрады. Және бет пішінін сондай табиғи дұрыстауға көмектеседі. Келесі контурингті ары қарай аяқтау үшін ақ консилерді алып, бетімнің ортасына жағамын. Бұны осындай түрде жағып, осындай формада, сосын кейін саусақпен немесе кисточкамен бұны жаямын. Бүгін мен саусағымды қолданамын, себебі саусақпен мен барлығын сезіп тұрамын. Бұлда да өте жұқа қабат қылып жағамын. Сосын келесі осының барлығын арнайы ұнтақталған Maybelline'нан алған, Eveline-нан алған пудрамен бәрін тұрақтандырып шығамын. Ең бастысы кез келген макияжды осындай ұнтақталған пудрамен аяқтау керек, ал прессованный пудраны өзімен бірге жұмысқа алып алу керек. Келесі Glam Team палеткасын қолдана отыра жаңағы кремовый контурингтің үстінен сухой контурингпен өтемін, яғни құрғақ контуринг.
Жанағы қоңыр түсін скуламның астына жағамын, бетімнің румяналарына жағамын және хайлайтерді жағып шығамын. Сонымен бірге қасымның астында ағартып шығу үшін арт-визаждан кішкентай кисточканы қолдана отыра хайлайтерді қасымның астына өте ақырындап жағып шығамын. Міне қарап отырғандарыңыздай мокрый эффект пайда болды. Сосын келесі ең соңғы ол ерінді бүгін мен Colorbox'тан алған өте ескі карандашымды қолданамын. Бұл осы карандаштардың күштісі, бірақ бүгін мен жаңадан үйренген техниканы көремін, ол яғни ерінді үлкейту. Ерінді үлкейту үшін ең алдымен оны тональный креммен жабамыз. Барлық мына границаларын барлығын өшіру үшін тональный креммен жағамыз. Тональный крем арнайы, сонымен қоса, ол ылғалдандырып отырады, сондықтан мен ол үшін уайымдамаймын. Келесі, мына карандашпен осы еріннің контурларынан 1-2 мм максимум асып, осы саламын яғни. Кейін жаңағы контурын салып болған соң ішін толтырамын. Міне байқағандарыңыздай ерініміз біраз үлкейді, маған бұл метод өте ұнайды. Сосын үстінен міне Giordani Gold'тан менің өте сүйікті помадамды қолданамын. Бұл жақсы ылғалдандырады, құрамында күшті майлары бар. Яғни ерін терісіне жақсы қарайды. Міне достар, бұл осындай міне макияж. Және тағы да бір ұмытып кеткеніміз, ол көзіміздің макияжын аяқтау. Көзіміздің макияжын аяқтау үшін жаңағы үстіне жаққан түсті астына да жағамын. Бірақ астына жаққанда аяғына дейін жақпай, осы зрачогымның, яғни қарашығымның ортасына дейін жағамын. Сосын келесі соңғы қадам, ол туш. Соңғы кездері маған Lash Sensation өте ұнап жүр. Ол кірпікті күшті ұзындатады және әдемі қылады. Міне осындай образ, достар. Осындай көзгі өте жеңіл, шашты жіберіп те, шашты жинап алғанда да сондай қазіргі тренд макияждардың бірі болып есептеледі. Бүгін мен сендерге осының жеңіл түрін көрсеттім. Барлықтарыңа, назарларыңа рахмет. Лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.